Мәсих және Мәһди Мұхаммед пайғамбардың көзімен атты 40 хадис жинағынан алынған. 5-ші хадис. Назареттен шыққан Исаның алейхиссалам қабірі. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. بخاري كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور. Айшаның радиаллаху анха айтуынша, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қатты науқастанып, өлім аузында жатқанда, өз пайғамбарларының моласын табыну нысанына айналдырған яһудилер мен христиандарға Алланың лағнеті болсын деген. Хадистің түсіндірмесі. Бұхари мен Муслим бұл риуаятты өздерінің жинақтарына енгізіп, сол арқылы оның дұрыстығын растаған. Бұл хадис Насаи еңбектерінде де бар. Аталған хадис христиандар дініне қарсы керемет уәж. Өйткені онда яһудилер де, христиандар да өз пайғамбарларының алейхимуссалам қабірлеріне табынатыны айтылған. Христиандарға келсек, олар ешқандай яһудилік пайғамбарларға алейхимуссалам және олардың қабірлеріне табынбайды. Өйткені олардың барлығын күнәһарлықтан ада емес деп санайды. Рас, Палестинада Иса Мәсихтің алейхиссалам қабіріне мінәжат ету орын алған. Жылдан жылға айдың белгілі бір күндерінде қабірге мыңдаған, 10 мыңдаған христиандар жиналады. Сөйтіп егер бұл қабір шынымен де айқыштан түсірілгеннен кейін Иса алейхиссалам жерленген қабір болса, онда бұл хадистің оған қатысты қолданылуын дұрыс деуге болады. Ал егер бұл қабір расында Исаның алейхиссалам нағыз қабірі болмаса, онда Алла сақтай көр, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бұл сөзі дұрыс болмағаны. Иса пайғамбардың қабірі деп ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мүлде басқа мақсатқа пайдаланылған нысанды атауы мүлдем мүмкін емес нәрсе ғой. Өйткені пайғамбарлар ешқашанда шындық үшін өтірікшінің деңгейіне түспейді. Демек, егер келтірілген хадисте христиандар пайғамбарларының қабірі туралы сөз қозғалғанда нақ сол қабір жайында айтылмаса, ендеше христиандар табынатын әлдебір пайғамбардың қабірінің жатқан жерін білетіндер бар болса айтып берсін. Ал олай болмаса, Палестинадағы қасына жыл сайын христиандар тобы жиналып тағзым ететін қабір, яғни жараланған Исаның алейхиссалам жатқызылған қабірі шын мәнінде Иса Мәсихтің алейхиссалам қабірі деп мойындалсын. Сонымен, егер бұл нақ сол қабір болса, молдалардың және олардың соңынан ерген мұсылмандардың Мәсих алейхиссалам айқышта керіліп азаптанбаған, бірақ зынданның шатыры арқылы тікелей аспанға көтерілген деп сендірудің бұл шындыққа қаншалықты қайшы екенін өздеріңіз ойлап көріңіздер. Рас, пайғамбар Юнус алейхиссалам киттің ішіне кіргені сияқты, Исаның алейхиссалам өзі де 3 күнге қабірге енетін туралы айтқан. Пайғамбар келтірген мысал көлеңкедей де күмән тудыра алмайды. Дау жоқ, Аллах тағаланың яһудилер оны өлген деп есептесін, ал ол құтыла алсын деген жоспары болғандықтан Иса алейхиссалам тірідей қабірге түсірілген. Бәрі де солай болған. Ал Иса алейхиссалам айқышта керілгенімен өлімнен құтқарылып, Мұсаның алейхиссалам шынайы ілімін уағыздау және соған қайтару үшін Исраилдің жоғалған 10 тайпасын іздеп табудың ұзақ жолына түсті. Ол Таяу Шығыс, Иран, Ауғанстан, Тибет елдерінен өтіп Кашмирге дейін жетті де, сол жерде өз міндетін толығымен орындап, ол тайпаларды исламға дайындап, 120 жасқа кеткенше өмір сүріп қайтыс болғанда Сринагар қаласының Ханьяр аумағында жерленген.